Ілияс Жансүгіров 1894-1938 жылдары. Ілияс Жансүгіров қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінің қалыптастырушылардың бірі. Мен өзім тауда туып, тасында өстім, жасымнан мұз төсеніп, қарды кештім. Асқарда аршалыға қозы жайып, бұлттың аспандағы астында өстім. Деп жырлаған қарымды қайраткер, жетісудың төлтумасы. Балалық шағы сол жерде өткен. Жасынан білім қуған бала Ілияс алғашқы сауатын Қарағаш ауылындағы мектепте ашқан. Сол кездің өзінде-ақ өзінің тамаша талант иесі екенін, айналасындағы басқа балаларға ұқсамайтын ерекше ойлылығымен көрсетіп жүреді. Жастайынан ауыз әдебиетінен мол сусындап өскен Ілияс ел арасында жыршы бала атанып, өз жанынан өлең, жыр шығаратын импровизаторлық қабілетке де ерте жетеді. Ауылда той-томалақта айтысқа түсіп жүреді. Ол ауыл мектебінен хат таныған соң ғылым білім іздеп 1919 жылы Ташкенттегі 2 жылдық мұғалімдік курсқа түсіп оқиды. Оны 21 жылы бітірген соң өз ауылында мұғалімдік қызметін бастайды. Одан кейін қоғамдық жұмыстарға да араласады. Соның басында біраз уақыт тілші газетіндегі журналистік қызметі тұрса, оған қосымша 22 жылғы Верныйдағы Қазақ ағарту институтының меңгерушілік жұмысы да беріледі. Ақын 1925 жылы білімін тереңдету мақсатымен Мәскеудегі коммунистік журналистика институтына түсіп, оқып, оны 28 жылы ойдағыдай бітірген соң еңбекші қазақ газетіне қызметке орналасады. Журналистік, сондай-ақ ақындық, азаматтық еңбектерге осы кезден бастап аянбай кіріседі. Оның шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы. Ол поэзия, проза, драма саласында өнімді еңбектеніп, өзіндік қолтаңбасы айқын көркем шығармалардың маржан шоғырын дүниеге келтірген құнарлы да тегеурінді қаламгер. Оның шығармаларына арқау болған тақырып өрістері де алуан түрлі. Поэзия, проза, драма салаларындағы шығармаларына өзі ғұмыр кешкен ортадағы нақтылы өмір көріністерінен бастап, тарихи тақырыптарға дейін арқау болып отырады. Қандай тақырыпқа қалам тербесе де, ел қамы, халық тағдыры, ұлттық болмыс қасиеті оның шығармаларының алтын арқауы. Ақын ретінде Ілияс шығармаларының шоқтықты шыңы ол поэмалары. Оның қаламынан туған күй, дала, күйші, құлагер сияқты 15-ке жуық көлемді поэмасы қазақ поэзиясының інжу маржаны. Ілиястың драма саласындағы кек, түрксіп, Исатай Махамбет сияқты туындылар да қаламгер дарынына айғақ шығармалар. Ол әдебиет сыны мен аударма саласына да өнімді еңбектенді. Пушкиннің өлеңдеріне қоса Евгений Онегин романын қазақ тіліне алғаш рет толық аударды. Сондай-ақ Лермонтовтың, Горкийдің, Некрасовтың, Маяковскийдің шығармаларын қазақ тіліне аударды. Ілияс Жансүгіров қазақ сөз өнерінің поэтикасын кемелдендірген, көріктендірген қайталанбас дарын иесі. Оның шығармалары қазақ әдебиетін ұдайы көркемдіктің шырқай шыңына бастай беретін мәңгілік үлгі өнеге. 1938 жылы қатыгез қоғамның кесірінен саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болған. Айтулы тұлғаның тұяғы Ілияс Жансүгіровтің тұңғыш ұлы Саят Жансүгіров былайша толғана еске алған екен. Атам Жансүгір молда болған. Баласының өте дарынды болып өсіп келе жатқанын сезген. Өзінің кішкентай кітапханасы арқылы әкемнің сауатты болуына көп көмектескен. Ол алғаш әкесі Жансүгірден әріп таниды. Маман деген байдың мектебінде білім алады. Анасы әкем 9 жасқа келгенде қайтыс болып кеткен екен. Әкем менің анама Қызылордада жүргенде үйленеді. Қызылорданың Астана болып тұрған кезі. Кейін Астана Алматыға ауысқанда олар да Алматыға барады. Әкем Ілияс зор тұлғалы, балуан денелі кісі болатын. Отбасында кішігірім отырыстар болып, қонақтар келгенде әкем жанға жайлы қоңыр даусымен домбыра тартып ән салатын. Егер музыкадан хабар болмаса, күйші секілді ғажап туынды дүниеге келмес еді. Байтыл түгіл бас қайғы,
заманда әкемнің ақындық өнермен ғана емес, сазгерлік өнермен де айналысқанына таңғаламын. Тегі әкем бар жағынан аса талантты адам болған. Алматы қаласындағы Төлебаев көшесінің бойында орналасқан шағын үйде әкем Ілияс Жансүгіров, анамыз Фатима Төребаева, қарындасым Сайра, төртеуміз және атамыз Жансүгір бәріміз бірге тұрғанбыз. Атам күні бойы балалармен үйде қалып, соларға бас көз болатын. Атам ұсталық кәсіпті өте жоғары бағалаған. Мені шапанына орап алып, көшеде шашылған тағаларды көрсе, жинап таяғына іліп алады. Сонда Ілияс әкесіне жаны ашып, көке, не баланы, не тағаны жерге қойсаңызшы, дегенде атам, баланы да тағаны да бағалаймын, жерге оларды тастамаймын, дейді екен. Пәлі, сөз тапқанға дауа жоқ, сіздікі дұрыс екен, көке, деген Ілияс жадырап, күліп жіберетін көрінеді. Осыдан ақ атамның сөзге шешен болғаны көрініп тұр емес пе?